Сәлем, қалдарың қалай? Бүгін мен сендермен осындай пляжны локоныды жасауды үйретемін. Тез және оңай жасаудың тәсілін, жолдарын көрсететін боламын. Егер сізге қызық болса, менің каналыма подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыз. Сол кезде сіз менен қызық және пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмайтын боласыз. Сәттілік! Ең алдымен шашты прядьқа бөлуден бастаймыз. Шаштың қалыңдығына қарай қанша прядьқа бөлу керек екені белгілі болады. Менікі орташа қалыңдықтан болған себептен шашты 3 прядьқа бөлемін. Ең астынан бастаймыз. Ал бөлінген шашымызды екіге екі жаққа қарай бөліп аламыз. Ең алдымен сол жағынан бастасаңыз, міндетті түрде утюжокты жоғарыдан төмен қарай ұстап тұрасыз және сыртқы бетке қарай қайыру арқылы шашты бұралайсыз. Яғни түбінен ұзындығына қарай утюжокты сырғанату арқылы шашты бұраланады. Ұшын утюжокпен түзулеп жүруді ұмытпаймыз. Дәл видеодағыдай қайталап көріңіз. Оң жағында дәл видеодағыдай түбінен ұзындығына қарай сырғанату арқылы сыртқа қайырылу арқылы бұралаймыз. Ұшын түзулеуді ұмытпаймыз. Бәрін бұралап болғаннан кейін, енді ортаңғы шашты алып, содан бұралауды бастаймыз. Оны да ең алдымен қай жақ беттен бастасаңыз, яғни сол жақ беттен бастасаңыз солға қайырасыз, оң жақ беттен бастасаңыз оңға қайырылу арқылы бұралайсыз. Бірінші шашты бұралағанмен бірдей, яғни осы түбіне қоясыз, утюжокты сыртқа қарай қайырылып, сырғанату арқылы бұралайсыз. Қолыңыз жоғарыдан төмен қарай сырғанауға ыңғайлы қылып ұстап алыңыз. Шашты бұралағанда ең маңыздысы утюжоктың направлениясын дұрыс ұстау. Видеоны анық дұрыс көрсетілген, дәл видеодағыдай қайталаңыз. Міндетті түрде түбінен ұзындығына қарай сыртқа қайырылу арқылы бұралану керек. Сол кезде сіздің локоныңыз ірі және пляжный болып шығады. Ең жоғарғы прядьқа келген кезде чолканы жасамаймыз. Чолканы өткізіп жіберіп, қалған ұзын шаштарды ғана жасаймыз. Шашымызды барлық жерінен осылай бұралап шығамыз. Яғни оң жақтан бастасаңыз, шашты үнемі оңға қарай сыртқа қайырылу арқылы бұралап отырасыз. Сол жақтан бастасаңыз, солға қарай. Міндетті түрде екі жаққа қайырылу керек. Сол кезде локоныңыз өте әдемі шығатын болады. Дәл видеодағыдай анық қарап қайталап көріңіз. Шашымызды полный бұралап болғаннан кейін чолкаға кірісеміз. Чолканы жоғары қарай көтеріп тұрып,
ұшын сәл ғана қайырыламыз. Сол кезде объем пайда болады және ұшы ғана кішкене бұраланатын болады. Видеодағыдай бірінші осындай кішкене жиналып тұрады. Бұраланған шашым утюжоктан кейін осы шашты енді раскрывать ету керек, яғни тарау керек. Егер шашыңыз бұраны әлсіз ұстайтын болса, лакпен фиксация жасаймыз. Лакты видеодағыдай алыстан ғана себеміз, шашқа өте жақын себуге болмайды. Сеуіп болған лактан кейін шашымызды міндетті түрде тісі үлкен тарақпен жақсылап тарап, бұйрамыздың арасын ашып аламыз. Пляжный локоныдың фишкасы осы үлкен тарақпен тарауда. Шашыңызды тарап болғаннан кейін кішкене ғана лак сеуіп қоямыз. Жаңағы таралған шаштың формасын жақсы ұстап тұру үшін алыстан себуді ұмытпаймыз. Пляжный локоны осылай болады. Кончиктары түзу бол керек міндетті түрде және үлкен ірі бұйра бол керек. Ал мынау сіздерге керек тарақ. Өте жақсы шаштың шатысын кетіреді және бұйраны тарағанда ауыртпайды. Мен пайдаланатын утюжогым Babyliss Pro деген фирманың качествосы өте жақсы.